Сәлем ютубер достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен бір ерекше салат дайындайтын боламыз. Небәрі 2-ақ заттан дайын болатын бұл салат тіпті ачучуктың орнын басады деп айтсам болады. Ең алдымен бізге керегі 2 қызанақ. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. 2 дана қызанағымызды жақсылап жуып, осылай керек емес жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Содан соң өздеріңізге ұнайтындай етіп, осылай 4-1 етіп көлемде кесіп алатын боламыз. Мен бұл видеоны асмр ретінде түсірдім. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Менің арнамда сіздерге ұнайтын рецепттер көп. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Қызанақтың адам ағзасына пайдасы өте жоғары. Әсіресе қызанақ жүрекке пайдасы өте көп. Осылай 2 ортасынан бөліп кесіп алатын боламыз. Айтып өткенде қызанақтың жүрек пайдасына өте әсері жақсы, және де ас қорытуды реттеп, холестериннің көбейіп кетуінің алдын алады. Содан соң өзіміздің құрт тағамын пайдаланатын боламыз. Ақ уыздан жасалған құрттың да өте адам ағзасына пайдасы жоғары. Мен бұл рецепті қандас өзбек халқының рецептерінен алдым. Маған ұнағандықтан сіздерге жасап көрсетуді жөн көрдім. Осылай майдалап алатын боламыз. Қатты ұнтақталып кетудің қажеті жоқ. Содан соң ұнтақталған барлығын жаңағы кесіп турап алған қызанағымыздың үстіне салып алатын боламыз. Ұнтақтарының барлығын салу маңызды. Құртымыз майлы және тұзды болуы керек. Сол кезде бізге ешқандай тұз қосудың қажеті жоқ болады. Осылай жақсылап араластырып алуымыз керек. Араластырғанда осылай бетін жабатын ыдыспен жақсылап бір-бірін біріктіру үшін осылай шайқап алуға болады. Егер де бұлай аузы жабылмайтын ыдысқа жасайтын болсаңыздар, жаңағы шанышқының көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Содан соң өзімізге ыңғайлы жейтін тарелкамызға салып дайындап алатын боламыз. Менде кішкене түбінде құрттары қалып кеткен болған соң осылай түсіріп, жақсылап араластырып салып алдым. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Менің арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Менің арнамда сіздерге ұнайтын рецепттер кездеседі деп ойлаймын. Міне сіздерде дәм татып көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлшат.